мен қазір бір байдың үйіне келдімше ақша сұрап ше, бір определенный сумма сұрап. Енді басқа адамдар да келіп отыр, машина сұрап, үй сұрап дегендей. Енді сіздер де келіп сұрасаңыздар болады. Мен қазір адресін соңында айтам. Бұл енді Шіріген бай. Қазақстан бойынша бір мыңдаған үйі бар шығар, бір мыңдаған қызметкері бар. Сондай енді үшін жетеді дүние барлығына жетеді. Просто келіп конкретно сұрау керек те, жалынып тұрып, өтініш, менде осындай проблема болып жатыр, осындай, мынандай керек деп ше. Береді. И то ол өзі бермейді, біреу жібереді. В общем, сол әкеп береді ғой. Поэтому келіп сұрасаңыздар болады, чем кредит алып, қарыз алғанша ше. Ешқандай процент жоқ, пения жоқ, басқа жоқ. Просто келіп сұрайсыздар, определенный уақытта өз бір адам жібереді, сол келіп беріп кетеді. Вообще күшті жер ше, рахат. Он банкке, кредитке барғанша. Қазір мен адресін көрсетейін. Адресі мынау ғой, міне басқа қаладан болатын болсаңыздар, мына Шымкентке келіп, мына статуяны табасыздар, статуя деппін ғой. Сосын мына Ордабасы гостиницасын табасыздар. Оған қарама-қарсы оған Алсер деген магазин бар. Сол Алсер магазиніне қарама-қарсы мына жолдың мына бетіне өтсеңіздер, мына жерде Ордабасы мешіті деп жазылып тұрады. Ол жерге келіп сұраңыздар, бәрін беріп жатыр, бәріне беріп жатыр. Біреулер 4 қатын сұрап жатыр. Мысалы да енді. Так что келіңіздер.